Ассалаумағалейкум армысыздар құрметті қазақ елі, Ермек Албан, қазақтың биі. Көптеген әлеуметтік желілерге шығып жатқан видеоларым астында естіп тыңдап отырмын. Көптеген халықтың жаңағы жазбаларында көбісі билерді танымайды, бізді танымайды. Сол енді өзімді халықтың алдында таныстырып кетуге жөндеп шештім. Сол енді өз өмірбаянымды алдыларыңызда айтып берейін. Мен 1975 жылы Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келдім. Сарбастау ауылында, Мұқағали Мақатаевтың ауылында онда тұрдым. Керік деген ауыл болды, онда тұрдым. Одан Текес Карл Маркс совхозы, сонда 81 жылдан бастап 5,5 жасынан сол мектепке бардым. Мектепте жақсы оқыдым. Спорттан да өте үлкен жетістіктерім болды. Сол мектепте оқып жүрген кезде 8-ші сыныпта мені бүткіл мектепте сол мектептің директор деп сайлап, ол жерде біраз мектептің өмірінде біраз іс-шаралар жасалып, мектептер Текес мектебіне үлкен өзімнің үлесімді қосып кеттім. 92 жылы Алматы қаласына келіп, 16 жасымда производственный коммерческая фирма аттандайды. Сонда главный бухгалтер болып, бас бухгалтер болып жұмыс жасадым. Бір жылдай жұмыс жасап, кәсіптің мән жағдайын біліп, сауда саттықпен айланысып, ол кезде біраз жетістіктерге жеттім. Сол 18-ге толғаннан кейін, ол кезде президенттік республикалық ұлан, республиканская гвардия деген әскери борышымды сонда орындадым. Ол жерде бүткіл Қазақстан бойы мықты елдің ішінен шыққан арлан жігіттерін таңдап, спорт саласында жетістіктері бар жігіттерді таңдалып алынды. Онда әскери борышымды сонда орындадым. Содан бері Алматы қаласында жеке кәсіпкер болып осы күнге шейін жұмыс жасап келе жатырмын. Енді мына бидің жұмысын сол енді қарасам, өзім жаратқан ием Алла тағала сол кішкене кезімнен бастап атам мен апамның қолында өстіріп, көптеген қазақи салт дәстүр тәрбиені сол атам мен апамның қолына жаңа тәрбие алып, атам мен апам облыс бойынша мықты беделді азаматтар болды. Халыққа көптеген еңбектері бар. Сол кісілердің тәрбиесін алып өстім. Сол енді бидің жұмысын сол 90-шы жылдардан да бастап істеп келе жатырмын. Ол кезде 90-шы жылдары өздеріңіз білесіздер, көптеген неше түрлі дау-дамай, төбелес, рекеттердің замандары. Ол кезде Алматы қаласында 60% орыс ұлты тұрады, 25% қазақ, және де басқа ұлттар тұрады. Сол мен тұратын жерде орыстар, кореец, ингуш, шешендер көп тұратын районда тұрдым, бірінші Алматыда. Сол аудандарда тұрып жүріп, күнделікті сол ауданда, қалада болып жатқан дау-дамайды сол 90-шы жылдары шешіп, көптеген дұрыс шешім шығарғанның арқасында көптеген жігіттер түрмеден де, о дүниеден де аман қалған жағдайлар болды. Сөйтіп сол тәжірибемді де қазір осы күнге де қазір билердің жұмысына да қазір нағыз сол заманнан өткеннен кейін қазір қолданып өте жақсы көмегін тигізіп жатыр. Ол енді әр сөзінде ойлап сөйлеу, және де әр іс-әрекетінде ойлап жасау. Енді мен өзім сол саяси жолға қалай келдім, соны да түсіндіріп айтып кетейін. Енді мына 2016 жылы бүткіл Қазақстан бойы қазақтың азаматтары 1,8 миллион гектардай жер Қытайға беріліп кетті, сатылып кетті деп, бүткіл Қазақстан болып ол кезде көтерілдік. Одан 5 жылға мораторий алынды. 2021 жылы сол май айында мораторий бітіп, Қытайларға орман отырғызамыз деген сондай жағдайлар болды. Жалға береміз деп. Ол кезде де сол Жанболат Мамайдың заңдасқан митингісі болып, сол жерде бүткіл белсенділер болып, халық болып шулағанның арқасында 5 жылға тағы да мораторий алынды. Ал енді сол біз 2019 жылы өз басым саясатпен ойлана бастағаным,
ол біз досыммен Италия Миланға барып, осы инвесторларды Қазақстанға алып келіп, Қазақстанда кәсіп ашайық, завод фабрикалар ашайық, қазақ бай қуатты болсын деп сондай оймен сол Италия Милан қаласына барып, үлкен 500 миллиард евросы бар үлкен фондқа кіріп, сондай инвесторлармен кездесіп, Қазақстанға инвестиция тартуға сол инвесторлармен кездескен кезде инвестор сол кезде күліп, бұл неге неғып күліп отыр деп сол қасында аудармашыдан сұрағанда, осындай байлықпен, осындай кең жермен қазақтар 50 жылға артта қалып және кедей тұрады дегеннен кейін ол менің жүрегіме өте қатты тиіп, содан сол әйтеуір жұқалап сол инвесторларды 2019 жылы карантиннің алдында мен осы Алматы қаласына алып келгем. Және де ол азаматтар сол президентпен де жолықты. Мына Қазақстанға инвестиция салатын болып, сол кезде сол жағынан біз сөйлесіп кеткенбіз. Қалалар салып, кәсіптер ашып, солай келіскенбіз. Бірақ аяғы карантин болып, сонымен кішкене мына санкциялар болғаннан кейін сөйтіп созылып қалды. Содан бастап мен саясатпен айланыса бастадым. Жан жақты әлеуметтік желілерде көптеген белсенді азаматтардың видеоларын тыңдап жүріп, одан мына Астана қаласында 5 бүлдіршінді өртеніп, 5 бүлдіршін өртенгеннен кейін Қазақстан бойы WhatsApp топтары ашыла бастады. WhatsApp топтарда біз енді сол WhatsApp топтарды көбірек ашылып, сол жерде админда болып отырдым. Халықпен жан жақты күні түні сол WhatsApp топтарында 40-тай топтарда отырдым. 20-дайында бір админ болып отырдық. Сөйтіп ол кезде басында халық неше түрлі жаман пікірлер, неше түрлі видеолар сондайлар тастап айғай шу болып отыратын. Соны халықпен күнделікті саяси сауаттандырып, сонымен көптеген уақыттарымды сол WhatsApp топтарда халықпен сөйлесе бастадық. Одан кейін көптеген осы неше түрлі жаңағы аналарымыз, әпке қарындастарымыз отырған топтарда дау-дамай шыққаннан кейін мен өзім осы мықты халықтың ішінен шыққан, елдің ішінде жүрген мықты белсенді азаматтарды өзім 2019 жылы 7 қарашада Алаш Арландары деген WhatsApp тобы ашып, сонда қазақтың ішінен шыққан мықты азаматтарды біріктіре бастадым бастарын. Ол жерге мен танитын және бір-біріміз танитын азаматтарды ғана тартып, сөйтіп Алаш Арландары деген Қазақстан бойы бүткіл үлкен топ құрып, одан кейін ол жан жаққа батыс Алаш Арландары, Маңғыстау, Ақтөбе деп жан жақта сөйтіп таралып кетті. Ол жерде халықтың ішінен шыққан белсенді азаматтар халықтың мәселесін шешіп айтып, бір-бірімізбен ойымызды бөлісіп, көптеген жақсы іс-әрекеттер жасадық. Сол кезде жаңағы митингте жүрген, жаңағы заңдасқан митингтерде де жаңағы жүрген біздің жігіттер болды. Сол 2019 жылы сол Алаш Арландары деп топты ашып, ең бірінші сол кезде істеген үлкен қомақты жұмыстардың бірі ол мына 45 Қытайды Қызылағашта 5 бауырымыз ұрып тастап, ол кезде жаңағы бір қазақ баланы 3 Қытай ұрып тастайды. Одан кейін сол 5 жігіт барып артына сөйлесуге барған кезде 45 Қытай жабылып, сол 45-ін 5 қазақ жігіті тепкілеп, аяғында бұлар қамалып, сотталатын болып, осы Алматы қаласынан 6 автокөлікпен шықтық. Рысбек ағамыз бар, 31 каналдың жаңағы журналистері бар, сөйтіп түсіріп, дау-дамай жасап, ол кезде сол областной прокуратурада інім жұмыс жасайды. Ол інімді шақырып, ол кезде айтты, мен інім болсам, бауырым болсаң, мына қазақ үшін бір пайдаң тигіз, осы 5 батырды қаматпайтындай іс-әрекет жаса деп, сол келесі жолы келген кезде сол енді біз енді басшылармен сөйлесіп, болатыны сол условныймен ғана жаңа шығарыламыз деп, сол кезде жақсы деп келісіп, сотына қатысып, ол жерде 500-дей жігіт барды, көптеген белсенді азаматтар барды. Сөйтіп Қызылағашта 5 жігітті шығарып алып, жаңа Қызылағашқа барып үлкен той болып, сол кезде керемет қазақтың рухын сол кезде сезіндім. Өте керемет рухтандым, қазақтың осындай жігіттер бар екеніне, қазақтың батырлары бар екеніне, сөйтіп жаңағы қазақтың 5 батыры сол Қызылағашта сөйтіп ең бірінші жұмысымызды сол шығарып алдық. Одан кейін сол 2019 айында мына әлем бойы коронавирус тарала бастады. 2020 жылы мына Уханьда жарылғаннан кейін карантин жасап, бүткіл әлемде карантин бастала бастады. Сол кезде бүткіл халық әлеуметтік желілерден таратып, бізде де карантин болатынын айтып, алдын ала карантин болмай жатып, адамдарға, қазақтарға азық-түліктеріңізді
алып қойыңыздар, той томалаққа ақша жұмсамай сол азық түліктеріңізді алыңыздар, ертеңгі күні аш қаласыздар, жұмыссыз қаласыздар деп сол кезде үндеу тастап, сол неше түрлі топтардан айта бастадым. Сөйтіп 2020 жылы 16 наурызда біздің көріпкел санитарный врачымыз наконец-то коронавирус пришел дегеннен кейін, содан бастап сол 4 күннен кейін алаш шарландардың азаматтарымен бәріміз бірігіп отырып, осы қазақтың аналары көптеген ажырасқан, 50-60% ажырасқан отбасылары аш қалады деп, сол кезде 4 күннен кейін Нұрлан Албан бар, ол кезде бауырымыз алаш шарландарында отырып, Әбунәсір Серіков бауырымыз бар. Бәріміз бірігіп, өз ақшамызбен, қаражатымызбен азық түлік алып, Шаңырақ ықшам ауданынан бастадық. Сөйтіп 100 шақты адамға азық түлік тасып, оны видеоға түсіріп, одан кейін жан жаққа тараттық әлеуметтік желілерге. Таратып көрсеттік, осындай аналар аш қалды, аналарға азық түлікпен көмектесу керек. Одан кейін біз мына Шаңырақ ықшам ауданынан жаңағы Бекболат деген бауырымыздың магазин жалдап, жаңағы бізге берді, тегін беріп, сол жерге біз бүткіл азық түліктерді жинап, сол Шаңырақ ықшам ауданынан сол азық түлікті тарата бастадық. Одан кейін сол Ермек Албан деп аналар топ ашып қойып, ол жерге сол 200-ден астам аналар отырды. Сол күнделікті 8-10 сағат сол WhatsApp топтарында сол аналарға, туған туысқандарыма әрқайсысын жеке-жеке таратып, ол кісілерді жаңағы азық түліктермен қамтамасыз етуге жаңағы бәрінің мойындарына жүктей бастадым. Сөйтіп аяғы үлкен ол қозғалыс болды. Қазақстан бойы үлкен қозғалыс болып, аяғы біз біргеміз деп бастады. Сол кезде мен осы Алатау ауданын алдым. Ол кезде Алатау ауданында спискте тұрған тізімде 4 мыңдай мұқтаж отбасы болды. Енді әрқайсында 5-тен не ақсақ, енді көптеген 20-30 мыңдай сол отбасы осы бір ауданның өзінде көмек мұқтаж болып отырды. Сөйтіп жаңағы спортсмендермен хабарласып, одан кейін жаңағы қазақтың жұлдыздар тобынан Нұрлан Албан бауырымыз арқылы үндеу жасап, кәсіпкерлерге айтып, сөйтіп көптеген жаңағы жиналған азық түліктер сол акиматтарға жиналып, одан кейін волонтерлар арқылы сол мұқтаж отбасыларына біз карантин кезінде сол алаш шарландарының жігіттері азық түлікпен аналарымыз қамтамасыз еттік. Одан кейін де көптеген аналарды, жаңағы Мұрат Шорманов бауырымыз бар, аналар қатты мұқтаж аналар, енді ол кезде көрдік, көптеген аналарымыз тамақсыз отқан, 2-3 күн тамақ жемеген аналарымыз болды, жаңағы балалармен жұмыссыз қалған, жаңағы ақша табатын жерлері жоқ. Сол аналарымызды біз ашпыз деп кеуделеріне жазып, өздерінің телефон каспилерін жаздырып, әлеуметтік желілерге шығарып, одан кейін үй алып кеткен аналар да болған. Сөйтіп көп үлкен жақсы іс-әрекет сол кезде алаш арландарымен, жігіттермен сол кезден бастадық. Сол 2020 жылы бүткіл Қазақстан бойы осына облыста киіз үйде жаңағы қымызхана бар, сол жерге Қазақстан белсенділерінің бәрін басын біріктірейік деп сол жерде жиын жасадық. алаш шарландарының жігітінің аттарынан бүткіл Қазақстанның белсенділері келіп, мына қазақтың басын біріктірейік, бәріміз бірге халық үшін бірге қызмет жасайық деп сол кезде кішігірім бір үлкен жиналыс, кішкентай құрылтайсадық сол кезде 2020 жылы. Одан кейін жаңағы бірінші карантин болды. Екінші карантинде көптеп халық ауырып, көптеп өле бастады. Алматы қаласында көптеп халық қырыла бастады. Мына Қазақстанда жан жақтағы мына дезинфекциямен ол кезде халықты қырып жіберді ол кезде. Алматы қаласының үстіне де самолетпен дезинфекция төкті, көшелерді таң атқанша төгіп, мына біздің көшені дезинфекция жасап кеткеннен кейін мен ауырып өзім 75% жаңағы пневмония деп жұбайымыз екеуміз жаңағы больницаға жатып өліп қалатындай жағдайда болып, сол тұрғаннан кейін мына жағдайды зерттей бастадым. Телефон жан жақты әлеуметтік желілер зерттеген кезде бұл енді химикатпен халықты уландырып, аяғы жаңағы осындай жағдайларға апарды. Көптеген халықтар қырыла бастағаннан кейін сол дезинфекцияны тоқтатыңдар деп жан жақтан шулатып, әлеуметтік желілер арқылы шулаттық. Содан кейін осы Алматы қаласында өлім тоқтасын деп жаңағы атам заманнан келе жатқан жаңағы салт дәстүр бар. Ол салт дәстүрде үлкен халықтың басына жаманшылық келген кезде, қауіп қатер келген кезде жаратушы ием Алла тағалаға айтып, мына менің малымның ең әдемісі де, ең сүйкімдісі боз бие және де мына ақ
түйе соны жаратқан ием алла тағалаға жаңағы бағыштап сойып ата бабам әруақтарына да жаңағы бағыштап сояды. Сол іс әрекетті мына біздің Алматыда жатқан қажы баба жоғары жақта бір жаратушы ием алла тағаладан сұрап жаңағы ата бабаларымыздың әруақтарына да жаңағы қоршап қолдау үшін деп Алматы қаласына 550 мың теңгеге сол кезде Албан атамыздың атынан алып және де алматылықтардың атынан боз бие сойдым. Ол кезде өзім боз биені сойып жаңағы қасымда азаматтармен жаңағы етін сүйектен сылып алып 7 метр матаға жаңағы боз биенің сүйегімен басын бәрін орап жаманшылықтың бәрі сонымен кетсін, жаратқан ием алла тағала қазақ елімді жерімді сақтай көрсін деп жаңағы неше түрлі дұға тілектерімізді айтып содан оны көмдік. Содан кейін бастап жаңағы дезинфекция да тоқтады, сөйтіп қазақта өлім сол кезде тоқтады. Одан кейін вакцинацияға қарсы шықтым, жан жақты әлеуметтік желілерде қарсы шығып, одан 4 миллион вакцинаны балаларымызға құйдырамыз деді. Ол 4 миллион вакцина балаларымызға құйдырса, ертеңгі күні ұрпақсыз қалар едік. Оны да шулатып, мектептің директорлеріне де барып айтып, әлеуметтік желілер арқылы көптеп топтарда шулаттық. Көптеген врачтар да ол кезде бүткіл халық болып шулағаннан кейін сол 4 миллион вакцинамен сол кезде вакцинаның тақырыбы сол кезде сөйтіп жабылды. Сол карантин кезінде сөйттік. Енді ол өкімет саласынан да біраз қысымдар да көрдік. Төртірес жоғары жақтан қамауға қамасын деп те жіберді. Бірақ енді бір Алланың қалауымен әйтеуір аман есен қалдық. Сол енді ол кезде вакцинация кезінде де өкімет саласының азаматтарды шақырып, мен өзімнің айтып жатқан сөздерімнің бәрін мықты ғалымдардың, Нобелевский лауреаттардың жаңағы айтқан сөздерімен дәлелдеп бергеннен кейін сол аман қалдық. Одан кейін жаңағы көптеген WhatsApp топтары арқылы ашып, сол күнделікті менен қазіргі күнге шейін сол 10 шақты сағат WhatsApp топтарда отырып, көптеген халықтың мәселелерін шешіп айтып отырамыз. Мына Тоқаев мырза кезінде айтқан, уәде берген күніне бір мәселеден шешіп отырам деп, ол мәселенің бәрі сол үлкен әлеуметтік желілерде шулап жатқаннан кейін сол мәселелердің бәрі қаралады. Сондай мәселелерді біз халыққа керек мәселелерді WhatsApp топтары арқылы шулатып, сол жоғары жаққа жеткеннен кейін ол тез шешілетін мәселелер болса, сол өз дұрыс шешімдерін шешіп, сөйтіп жаңағы жасалып жатты. Осы күнге шейін де істеліп жатыр. Одан кейін біз заңдасқан көптеген осы Алматы қаласында заңдасқан митингтердің бәріне қатыстық. Ол қатысқан митингтен кейін өзімде сол белсенді азаматтарды бәрін жиналып алып, сол кафелерге барып, ақшаларын төлеп, бұл жерде көптеген сұхбаттар жасап, халық үшін, ел үшін қандай пайдамыз тигіземіз, не істейміз деген сондай жаңағы жиындарды көп өзім өткізіп отырдым, осы күнге шейін өткізіп отырмын. Сол енді үлкен жұмысымыз сол аналарға көмек болды. Оның әлі күнге шейін сол аналарға көмектесіп келе жатырмыз. Енді көп хабарласады әлі күнге шейін. Одан кейін сол Алаш арландарында бізге бір азаматымыз келіп, сол Алаш арландарында болған, мына Первомайк ардагер деген саяжай бар, Первомайк жақта, Первомайское озеро дейді, көл. Сол жерде 3-4 мыңдай тұрғындар тұрады екен. Олардың үлкен басына төнген бір жаңағы дұрыс емес жағдайлары, ол көлді айланып өтіп үлкен автобусқа, машинерге отыру үшін 2-2,5 километр жаяу жүру керек екен. Ал енді тікелей 200 метрдей өтіп кететін жол, ол жаңағы көлді кішкентай көпір бар екен, сол көпір арқылы өтеді. Арғатай курттар сатып алған екен, сол курттардың қоқыс төгіп тастаған, ол қоқыс толып жатыр. Одан кейін ол жаңағы көлге төгілген қоқыс, ол жерде ар шетінде фильтр тұр, оның ар шетінде адамдар шомылып жатыр. Жаңағы сол жердің тұрғындары айтады, біз итімізді жуындырсақтың өзі итіміздің жүндері түсіп қалады дейді, жаңағы қоқыстан. Ол жерге адамдар ақылы көл, ол жерде адамдар шомылып жатыр. Содан кейін жаңағы жерде иелер курттар екен, ол курттар жаңағы тұрғындарды әңгіме айтады екен, мен сендерді қоқыспен қосып бәрін көміп тастаймын деп. Енді ақшалары да бар, күштері де бар. Сөйтіп олар әкімшілікке жазады, президентке жазады, көп жыл бойы жазғаннан кейін ешқандай жаңағы нәтиже болмағаннан кейін сол маған айтқан. Сөйтіп адамдармен, жаңағы Алаш арландарының жігіттерімен барып 31-ші телеканал алдым. 31-ші телеканалмен бірігіп отырып, неге бардық? Сол жерге барып, ол жерде зам әкімді, сол округтың зам әкімін шақырып алдық.
Ол кезде әкімнің орнына зам әкім жүр екен. Одан кейін сол телевидениемен бәрін таныстырып, мәселені айтып, курттар бір екі жігіт келді, сол жерде біз иесіміз деп. Мен өзім таныстырғаннан кейін олар сұрасам, сіз кімсіздер десем, біз осы жердің иесіміз дейді. Содан кейін мен оларға айттым, енді орысша қазақша айтқан кезде, бұл жердің иесі менмін дедім. Мен қазақпын. Ата бабаларым осы жердің астында жатыр. Сендер қағаз бойы иесіңдер. Мен егерде керек болса, сол әкімдерін соттатып сендерге сатқан. Мына сендерді бұл жерден қуалап жүреміз. Сендер қалай мына құқыларың бар, біздің жерде өзіміздің адамдарды мына жерге жол бермей өткізбейсіңдер деп. Сонда айтқаннан кейін барып олар кешірім сұрады. Сөйтіп ана жерде мен оларға видеода жасап талап қойдым. Әкімге де, зам әкімге де, және де ана курт иелеріне мына жерде бір жеті сендерге уақыт беремін, бір жетінің ішінде түгел мына жерде қоқыстың бәрін тазалайсыңдар, және де Первомайский озероны көлді тазалайсыңдар деп сол кезде талап қойып, видео жасап, ол кезде Алматы облысының әкімшілігімен бізде WhatsApp топ болған, ашық болған. Сол топқа мен жібердім. Сөйтіп, оның нәтижесі 5 күннен кейін сол Алматы облысынан маған сол әкімшіліктен сол WhatsApp топқа видео жіберді. Ол жерде сол курт иелері мусор қоқыс төгетін жолдарды жаптырып, тракторлар әкеп бүткіл қоқыстың бәрін, 20 жылдай жиналған қоқыстың бәрін үстіне топырақ төгіп, жолдарын жасап, ана Первомайский озероны сол 5-ші күні қайықтар әкеп түгел тазалады. Сөйтіп, 20 жыл бойы шешілмеген мәселесін сол жерде бір жетінің ішінде шешіп бердім. Одан кейін сол тұрғындар тағы да шықты, жолымыз жоқ деп, сол кезде сол зам әкімге барып, строительный компанияларға хабарластырып, сол күні 3 күннен кейін ана жерде жан-жақтан щебенкалар төккізіп, жолдарын жасатып бердім. Су жоқ деді, сол кезде барып, участковыйлар келді, не келді, шулатып жүріп, сол жерде скважинадан суларын алдырып бердім. Одан кейін жаңағы Ардагер деген, мына Алтын адам деген ескі жақта саяжай бар. Ол жерде бір 200-дей ма тұрғын тұрады екен. Ол жерде мен ауылда бірге оқыған сыныптас қыз шығып осындай көмек сұрады. Ол жерде председателі бұрын полицияда істеген кісі екен, күйеуімен бірге. Сол жерде председатель болып отырып, ана көптеген Қарақалпақстаннан, Өзбекстаннан келген азаматтарға заңсыз, ешқандай құжатсыз жерлер сатқан, және де ақшаларын алып алып, жерді бөліп бергенде не қолдарына құжат та бермеген, не расписка да бермеген. Одан кейін су жүргіземіз, свет жүргіземіз деп те ақша жинап алып, шағымданған, өкімет саласына шағымданған кісілерге қоқан-лоққы көрсетіп, жұмыстарынан шығартып, неге деп отырғызып, жаңағы үй қамаққа да отырғызып қояды екен. Білген істеген ана жерде мен жаңағы ол кезде семьямен араласам, сол кісілермен араласам деп, сол жаңағы ешкім күші батпайды екен. Сол жерде 31-ші канал және де 1-ші канал заң сөйлесін деген каналда апарып, ол жерде халықтың мәселесін көтертіп, одан кейін сол сот жүйесінде облыстың жігіттеріне де шығып, өкімет саласының азаматтарына жан-жақты осы мәселені көтеріп жүріп, олардың мақсаты сол өз арасынан шыққан халықтың ішінен шыққан азаматты председатель қылып сайлау керек болды. Соны сайладық. Сол адамдарға шығып жүріп, сол кісілерге жеңісін алып бердім. Одан кейін осы саяжай мәселелерін президентке шейін жеткізіп, сол қазіргі таңда сол ОСИ деген сол қазір жұмыстарын жасап жатыр. Халықтың ішінен өздері жаңа председателін сайлап алады. Сол енді одан кейін де мына Есік жақта, Есіктің көлін жекеменшікке өтіп кеткен деп Айдын деген бауырымыз шулатып, ол жерде сол облыстың, ауданның әкіміне барып жолығып өзіміз таныстырып, ол енді облыстың әкімшілігі сатып жіберген екен кезінде, соны шулатып жүріп, соны өкімет саласына қайтаруға ықпал жасадық. Ол кезде жоғары жақтағы көлдер ағып кететін болса, Есік қаласын шайып кететіндей сондай қауіп төніп тұрды. Одан кейін де мына осы алаш арландарымен көптеген, енді мен енді есіме түскен қазір сіздерге айтып отырмын, көптеген нелер жасадық, сол көптеген жақсы іс әрекеттер жасадық, жиындар жасадық. Сөйтіп жүріп, енді біз енді ол алаш арландары заңдаспайтынын білгеннен кейін мен осы мына қазақтың жүйесін өзгерту үшін осы билермен жұмыс жасасам, билер туралы осы Алматы облысы бойы жан-жақты мәселе көтеріп шапқыладым. Ауданның әкімдеріне кіріп, ауылдардың да әкімдеріне кіріп,
билер туралы айта бастадым. Бірақ ол кезде біздің заңдасқан жоқ, қолымызда құжатымыз жоқ. Ол кісілердің айтқаны жаңағы заңдасқан құжаттарыңыз болса, біз билерді сайлауға дайынбыз деп сол кезде айтты. Сөйтіп Алланың қалауымен 2021 жылы сол WhatsApp топтары арқылы Бақытжан Ұраншы деген азаматпен танысып, сол WhatsApp топ арқылы 2021 жылы 17 қыркүйекте Лайберен 40 шілтен деген Шымкент жақтан сол киелі жерге бардық. Сол жерде 2 күн бойы билермен сұхбаттасып, ең бірінші жаңағы қазақтың төбе биі сол кезде Сейітқали ақсақалымыз сайлап, көптеген билермен танысып, ол кезде өзім өте қуанышты болдым. Осындай азаматтардың бар екенін, бір мақсатта, бір ойда жүрген азаматтармен бар екен сол кезде. Содан бастап бидің жұмыстарымен айланса бастадым. Ол кезде енді 1 жыл бойы жұмысымыз дұрыс кішкене болмады. Сөйтіп 2022 жылы Ақшатыр деген жер, ол Түркістан облысында, сол жерге 2 күнге жиналысқа бардық. 2 күн жиналыста осы Алматы облысынан өзім көлігіммен адамдардың бәрін апарып, сол жерге қатысып, ол жерде көпшілік дауыспен Омар Жәлел бауырымызды қазақтың бас биі қылып сайладық. Содан бастап мен ол кісінің орынбасары болып, осы Алматы қаласында 6 рет үлкен жиналыс өз қаражатыммен кафеде жасадым. Көптеген билерді жинап, көптеген халықтың мәселелерін айтып, мына Қытайда қазақтарға жасап жатқан қысымдығын тоқтасын, орыстардың кіріп жатқан вакцинасына тоқтасын деп, жаңағы көптеген сол жиындарда сол жерде 6 рет өзім жиын жасадым Алматы қаласында. Сөйтіп Алматы қаласының бас биі болып сайландым билер арасында. Қазіргі сайлап жатқан билеріміз біз ұйымдастырушы билер деп сайлап жатырмыз. Мына халықтың ішінде мына билерді таныстырып жатырмыз. Таныстырып болғаннан кейін, жан жақтан билер жұмысын атқарып кеткеннен кейін, содан кейін бүткіл жалпы халық болып өзіміздің биімізді жан жақты өздері сайлап алады. Сөйтіп сол Алматы қаласының бас биі болып жүрген кезде, мына ол кезде Алекс Лесли деген Ресейдің блогері бар. Ол Алматы қаласында мен келіп Алматының қазақтың қыздарын жаңағы төсектес тренинг жасаймын деп сондай масқара жағдай сөйтіп жаңағы жарнамалап жасады. Оны естігеннен кейін мен өкімет саласының азаматтарына бұны жіберіп, бұлар Алекс Леслиді Қазақстанға келмеуін талап еттім, депорт жасасын деп. Егер аэропорттан ұсталсақ, біз оны өзіміз жайын жайғастырамыз деп. Содан 2 күн ішінде Астана қаласына барып, Алекс Лесли деген азаматты, Ресей азаматын Алматы қаласына және де Қазақстанға кірмейді, 1 жылға депорт жасатып жібердік. Сөйтіп ол өзі келем деп Инстаграмға шыққаннан кейін, біз Алматы қаласында көптеген белсенді жігіттер бар, алашаландары, 5000 жігіттің топтары жігіттер бар. Бәріміз Алматы қаласының аэропортына күттік, бірақ ол өтірік ақпарат болып шықты, келмеді. Өзіміз ол кезде үндеу жасап жібердік. Қазақтың қыздарына кімде-кім сөйтіп дұрыс емес жаман айтатын болса, оның артында ағалары бар, қазақтың жігіттері бар екен, сол кезде біз көрсеттік. Одан кейін де мына 2022 жылы сол Ақшатырда Омар Жәлел бауырымыз сайланды. Содан де мына 2021 жылы бәріңіз білесіздер, осы үлкен қайғылы жағдай болды қазақ жерінде. Ол мына қаңтар оқиғасы. Қаңтар оқиғасында өзім осы Алматы қаласында тұрып жатып, 4-сі күні біз 3 күні Арон Атабек ол кезде ағамыз түрмеден шыққан кезде біз аэропорттан күтіп алуға барған кезде ол кісі келмеді, айландырып алып кетті. 3-сі біз жерлеп, Арон Атабек ағамызды жерлегеннен кейін, ол кісінің жаңағы памятнигін, ескерткіштерін салуға өзім көлігіммен жаңағы песоктарында шебенкаларым бар, темірлерін бәрін өз қаражатымен апарып, сол жерде белсенділер бәріміз Арон Атабек ағамыздың Батыр ағамыздың ескерткішін салып бердік. Одан кейін сол 3 күні 40 болды. Осы мына Намай көшесінде сол кезде Қазақстаннан көптеген жиналған белсенділер барды. Сөйтіп ол жерде біз Жаңаөзендік бауырларымызға үндеу жасап жібердік. Жаңаөзендікті біз қолдаймыз, Жаңаөзендікті тастамаймыз, Жаңаөзендікті қыратын болсаңдар, біз бүкіл халық болып шығамыз деп үндеу жасап сол кезде жібердік. Сол кезде 3 күні көптеген белсенділер қамалды. Одан кейін де сол Жаңаөзендік бауырларымыз, біздің алашаландардың жігіттері сол Жаңаөзенден маған хабарласып, береке өстіп, мына бізді қырып тастаса, Жаңаөзенде сияқты бізге тұрып бересіңдер ма деп, сол кезде мен YouTube каналынан және де басқа әлеуметтік желілерден де үндеу жібердім. Біз алашаландардың жігіттері
жаңа зөндіктерді қыратын болсаңыздар, Қазақстан қазақ болып, бүткіл қазақ болып тұрып береміз деп сол кезде үндеуді жасадым. Сол енді сол бауырларымыз ол кезде газдың бағасы 125 теңгеге бірақ көтерілді. Жаңаөзендік белсенді бауырларымыздың арқасында Жаңаөзен сол Маңғыстау жақта бір адам өлімін болдырмай, ештеме сындыртпай, сол белсенді бауырларымыздың бақылауымен сол кезде облыстың әкімі келіп 125 теңгеден газдың бағасы 50 теңгеге түсірілді. 50 теңгеге түсті. Одан кейін сол Жаңаөзендік бауырларымыз Маминнің өкіметі кетсе, біз үшін тұрып бересіздер ма деп, ол кезде де біз айттық, иә, біз Маминнің өкіметі ешқандай қазір жұмыс жасап отқан жоқ, ол кетсін деп талап еттік. Сөйтіп Маминнің өкіметі кетті. Содан 4 күні бізде мына Алматы қаласында үлкен ұйымдасқан топтардың жаңағы несі үлкен саяси ойыны басталды. Білмейтін қазақтың жігіттеріне сол кезде естіп жатырмыз, жаңағы ақша берген, жаңағы қару жарақ таратқан, сондай жаңағы есірткі таратқан деп естіп жатырмыз. Сөйтіп 4 күні ол кезде дау дамай Алматы арена жақта басталды. Ол кезде Жанболат Мамай бауырымыз да барып не қылды. Сол 4 күні үлкен шу болды осы Алматыда, Қазақстан бойында. Одан кейін сол 5 күні Алматы қалаларында көптеген жаңа адамдар хабарласып, мына жоғары жақтың бәрі өртеніп қирап жатқандарын айтты. Ереке шықсаңшы деп. Ол кезде мен аяқтан жүре алмай үйде жатқам. Сол енді ананың бәрін естігеннен кейін өзім үйде жата алмай тізеден жүре алмай жатқам. Сол тізелердің бәрін бинттермен байлап жылы киініп сол көшеге магазинге шықсам, магазиннен жігіттер айтты, осы Рысқұлов Момышұлы жақта бәрін өртеп жатыр дегеннен кейін сол жаяу Рысқұлов Момышұлы жаққа барсам, бүткіл скамейкаларды төңкеріп тастаған, баллондарды өртеп, машиналар жаңағы жанып, сөйтіп жаңағы сондай жаман жағдайлар болып жатты. Барсам, сол екі сақалды жігіт басқарып тұр екен, бәрін айтып. Сонымен өзім қолымды көтеріп, мен Ермек Албан алаш арландарының жетекшісімін. Мына жерде сендерді кім басқарушы қылып қойды, мына жерде не істеп жатсыңдар деп. Сөйтіп ана жерде тізгінді өз қолыма алып, бұл жерде айттым, мына скамейкалардың бәрін орнына қойыңдар. Және де мына жерде осы ауданда машинаны өртеп, үйлерді тонауға жаңағы ешкімге жол бермейміз. Ондай тонайтын, ұрлайтын, жаңағы машина өртейтін адамдар болса, қол аяқтарын сындырамыз деп сол жерде бәрін тоқтаттым ол жерде. Сөйтіп тұрған жігіттердің көбісі мені қолдап, бәрі площадьқа барамыз деп шешіп, сол жерде бір машина алып кетіп, сол орталық алаңға бардық. Осы орталық алаңға барғанда жаңағы қалалық әкімшілік жанып жатты, резиденция жанып жатты. Алаңның бәрі толған қазақтың жігіттері, жол бойы жаңағы машиналар өртеніп жатты, төңкеріліп. Сөйтіп толған халықтың арасына барып, жаңағы әкімшілікке барсақ, ол кезде Дике Арман келген екен, сол жерде сөйлеп жатты. Сол екі ортада сол шапқылап жүгіріп жүріп, сол жерден Дике Арманды бірінші рет көрдім. Ол кезде жаңағы әлеуметтік жерден көріп жүргенбіз. Көптеген машиналарды өртетпей, ана телевидениенің алдында тұрған машиналарды өртетпей сол кезде алып қалдық. Белсенді жігіттер сол кезде жаңағы түрмеден біразын босатыпты. Көптеген белсенді азаматтар да сол площадьқа келді. Содан сол жерде бірігіп шапқылап жүріп, ол жерде магазиндерді өртетпей, көліктерді өртетпей, сол резиденция жақта атып жатқан адамдарды қайтарып, ол жерде атыс болып, көптеген адамдар қырылып жатты. Соның ортасында жүрдік. Одан жаңағы Нарынқол, Райымбек ауданына текестің жігіттері хабарласып, мыңдаған жігіт келіп тұрмыз, не істейміз деп, олар сол төмен жақта тұрып, 5-6 машина Жаркенттен келе жатқан машиналарды жаңағы солдаттарды қайтарып жіберді деді. Содан ана жерде біраз телевидениенің астында өртеніп жатыр екен, ол жерде өрттерін өшіртіп, содан жаңағы Дике Арман басына бутылка ұрған, жаңағы орталық алаңда ескерткіштің қасына, содан телевидениенің артына барып қазіректе тұрып сөйлеп жатыр екен. Сол бір жігіт шығайын деп еді, беттен бір тепкеннен кейін ол құлады. Содан кейін Дике Арманның қасына барып қолын көтеріп, мен Ермек Албанмын, алаш арландарынан, мені көтер, мен сөйлейін дегеннен кейін ол өз қолын беріп, жаңа жерде жігіттер де братан сөйлесін деп мені көтеріп жіберді. Соның қасына шыққаннан кейін Арманға да айттым, мынау біздің Алматы, біздің үйіміз, біздің жеріміз. Мына жерде біз өртті тоқтатуымыз керек, адамдар қырылып жатыр. Мынаның бәрін біз тоқтатпасақ, бұл ертеңгі күні аяғы халыққа тиеді, жаман жағдайлар болады деп сол кезде айтып, өкімет саласының азаматтарын шақыратын болып келістік. Өкімет саласының азаматтарын шақырып, сол Маңғыстау жақтағы сияқты жаңағы мойындарын іліп беріп, халықтың мәселесін жаңағы Арманға айттым, осы жерде сен жастарды осы жерде басқарып қара, мен площадьты қарайын да халықтың бәрін қайтарайық. Мына жерде қазір көптеген өлім көбейеді, көптеген жаман жағдайлар болады деп. Сөйтіп жаңағы келістік.
кредит кешірілсін деп біраз жігіттер айғайлады. Сөйтіп енді әрқайсының үндеуін естіп, одан үкімет саласының азаматтарына хабарластым. Ол кезде бізге вирусқа қарсы деген қалалық әкімшілікпен топ болған. Ол жерде зам әкімі отырды, ішкі саясаттар бар, басқа да үкімет саласының жігіттері отырған. Ол жаққа хабарласып едім, ешқайсы связьға шықпады. Комитеттің жігіттеріне, журналистерге жан жақты телефонымда бар нелердің бәріне хабарластым. Үкімет саласының азаматтарын жіберсеңдер, мына жерде қазір халықтың мәселесін мойындарын іліп беріп, мына жерде халық қырдырмай жаңағы бүкіл Алматы, Қазақстан бойы жаңағы қайтарып жаңағы жұмыс жасаймыз деп. Содан үкімет саласының азаматтары ешқайсы келмеді. Одан кейін жаңа президенттің үндеуі стреляйт на поражение деп естігеннен кейін сол Алматыда көптеген жүрген халықтарға телефондармен жан жақты хабарласып, президент айтқаннан кейін ертеңгі күні атылып кетесіңдер деп халықты қайтарумен айланыстық. Жан жақтан жаңа біздің жігіттер радиорубкамен жүріп қайтыңдар деп жаңа сол кезде қайтарттық. Ал енді бір кісілерден естігенде біраз кісілер ол кезде мерт болып кету керек екен, енді үлкен саясаттың айтуы бойынша енді сол қайтарғанның арқасында мыңдаған қазақтың жігіттері аман қалды. Сөйтіп одан кейін сол үкімет саласының азаматтары үйге келіп, осына қазақтың ішінде көптеген қару жарақ жүр, соны біз не істейміз, ертеңгі күні халық көтерілетін болса үлкен жаман жағдай болады деп айтқаннан кейін мен ол кезде айттым, енді ол 95% Алматы қаласынан шыққан азаматтардың бәрі қазағым деп шыққан азаматтар, елім жерім деп шыққан, жүйені өзгертейік деп шыққан азаматтар болды. Ал енді террористер тапқыларың келсе, жаңағы Масимов отыр, сол Масимовтен сұрасаңдар телефон адресіне шейін айтып береді деп сол кезде айтқан. Енді сендер мыңшақты қазақтың жігіттері атылып кетті, 3,5 мыңдай ол кезде жаралы деп естідік әлеуметтік жерлерден. 10 шақты мың түрмеде қиналып, өтік басып, білгендерін істеп жатты. Ол кезде өте жаман ауыр жағдай болды. Сол кезде соның бәрін айтып, мен ұшталап қойдым, және де мен видео жасап, оны Тоқаев мырзаның инстаграмына да жібердім, жан жаққа жібердім. Оны Ермек Албан деп неден YouTube каналынан көрсеңіздер де болады. Сол қаңтардың жаңағы атардың алдында да мен президентке де жан жаққа үндеу жасадым, басқа мемлекеттің әскерлері кірмесін, және де халыққа оқ атылмасын деп ол кезде мен үндеу жасадым, атылмай жатып. Сөйтіп жаңағы талап қойдым. Бірінші талап ол 13 ақпан қаңтаршылардың 40 болады. Тура сол күні түрмеде жатқан, жазықсыз жатқан 10 шақты мың қазақты түрмеден шығарасыңдар. Сол бірінші талап. Екінші талап, өлген адамдардың пұлдары бар, халықтық қордан халыққа ақшасын бересіздер. Үшінші талап, магазин тонаған адамдарды егер дәлелдеп берсеңіздер, сол талаппен жаңағы амнистия жариялап жібересіздер деп сол кезде 3 талабымды қойдым. Одан кейін сол 13 ақпан күні сол Алматы қаласына бардым. Мына Алматы қаласында площадьте сол құрбандық жаңағы қаңтаршылардың 40 болды. Сол күні көптеген азаматтар түрмеден босатылды. Сол кезде сөйтіп естідім. Оның соңында психологтармен сөйлескен кезде де сол ол кезде естігенім. Біз сол сіздің үндеуіңізді естідік. Команда келді, сөйтіп көптеген адамдармен біз сөйлесіп, сұхбаттасып, көптеген жігіттер сол кезде біз босатқанымызда психологтармен де сөйлестім. Одан кейін сол президент мырза неде Астанада мешітке барып, құрбандық шалып, өлгендерге құран бағыштап, сол бірінші талап сол кезде орындалды. Көптеген жігіттер түрмеден босатылды, қаңтарға қатысқан. Екінші талап халықтық қордан ақша берілсін деген, ол да талап орындалды. Көптеген азаматтардан естіп жатырмыз, ол сол өлгендерге жаңағы пұлдарын берген. Содан кейін үшінші талап, ол екінші үндеуінде жаңағы қаңтаршыларды амнистиямен шығарам деп президент өзі сол кезде айтты. Үш талапта үшеуінде орындады. Және де біздің мына Алаш арландарының басқа да белсенді азаматтар Ахиллес деген тобын құрып, бүткіл Қазақстан бойы түрмелердің бәрін аралап шықты. Сол қаңтарға қатысқан азаматтарды түрмеден босату үшін. Ол кезде енді өзімнің қолдан келетін көмегім сол Каспийлердің ақшаларын жіберіп отырып, сол бауырларымыз көптеген түрмелерді аралап, сол қаңтаршылардың босатуына ықпал жасады. Ол кезде әр облыстың белсенділері қатысты, өте мықты, жақсы жұмыс жасады. Прокуратурада таныстарыма да хабарласып, ол кезде соңғы рет сұраған кезде осы Алматы облысы бойы 14 қана жігіт қаңтардың оқиғасымен сол кезде қалды деп айтты. Ол
жаңағы Дике Арманмен және соның қасында жаңағы мылтықпен түсіп қалған қару жарақпен видеоға түскен жігіттер ғана қалды деп сол кезде айтты. Сөйтіп қаңтар оқиғасын сол жерде жаңағы 40-ы бітті, 40-ы 2 сағат уақыт берген Алматы қаласына. Сол жерде 2 сағат уақыт біткеннен кейін ана жерде жаңағы Досжан деген белсенді бауырымыз бар, ол жаңағы айғайлап неғаннан кейін жан жақта адамдар көріп отыр. ОМОН келіп қоршап біраз белсенділерді қамауға алып кетемін дегенде сол кезде ішкі саясаттың бастығы Айдар бауырымыз сол кезде бірінші рет танысып өзімнің Алматы қаласының бас-би екенін ол кезде куәлігімді көрсеттім. Және де мына жерде ешкімді қамамауға сұрадым. Мен өзім қазір мына жерде басып алып кетемін деп тұрған белсенділерді сол площадь алаңда кафе бар. Сол кафеге бәрін бір 20 шақты азаматты алып кіріп, сол чай пирожкилерін алып беріп, сол жерге кіргізіп, біраз әңгімелесіп, ол жерде жаңағы ОМОН ол жерді қоршап қалды, полиция қоршап. Сол жерден алып кетеміз деді. Ол жерде де өзім барып таныстырып, ешкімді қамамайсыздар деп сол жерде өтініш білдірдім. Содан кейін жаңа жерде белсенділер чай ішіп кететінін айттым. Сөйтіп қамалады деген 2-3 жігітті қолдарына ұстап, сол ОМОНның коридорының ортасынан алып, машинеме алып келіп, саяхатқа апарып, жаңағы таксилеріне отырғызып жібердім. Одан кейін де жаңағы Қалас пен Айгерімнің соты Наурызбай ауданында болды. Ол жерде де қатысып, ол кезде 4 жыл мен 8 жыл берілді. Ол жерде де жаңағы аяғынан кейін сол қамайтын болып ОМОН, полиция, жаңағы силовой структураның жігіттері келгеннен кейін өзімді Алматы қаласының бас-би екенін таныстырып, сол жерде Рысбек ағамызға барып өтініш білдірдім. Мына жерде сіз үндеу жасаңыз, сонымен үндеу жасағаннан кейін бәріміз қайтайық деп, сөйтіп жаңағы Рысбек ағамыз үндеу жасады. Сөйтіп одан кейін жаңағы белсенділердің көбісіне айттым, жаңағы қайтыңыздар деп, ешкімді қамамайды деп. Сөйтіп ішкі саясаттың бастығына да, сол жерде тұрған полицияның бастықтарына, комитеттің жігіттеріне де барып өзімнің куәлігімді көрсетіп, ешкімді қамамаңыздар, тиіспеңіздер сол кезде сөйтіп айтып, қамалады деген жігіттерді машинеме салып, сол кезде алып кеттім. Ол жерде де ешкімді қамаған жоқ. Сөйтіп Алматы қаласында мен Алматы деген топ ол кезде құрдырдым. Ол жерде ішкі саясаттың бастығы бар, басқа да силовой структураның жігіттері отыр. Алматы қаласында болып жатқан көптеген мәселелерді сол топқа жіберіп шешіп отырдық. Жол мәселесі бар, басқа да мәселелер бар, ұлтаралық қақтығыстар бар. Сол ұлтаралық қақтығыстарды мына өкімет саласының азаматтары өздері маған шығады. Жаңағы ұлтаралық қақтығыс болған кезде мына 90-шы жылдардан бері оны шешіп келе жатырмын. Ұлтаралық қақтығысты мына Чонжыда осыдан 2-3 жыл бұрын ба сондай жағдай болды. Мына Чонжыда жаңағы Дуңғандардан кейін жағдай болды. Дуңғандарға да ол кезде біз барғанбыз, 30-дай машина, 150-дей жігіттер барып, жол бойы бізді ұстап, қамап, таң атқанша ұстап жіберді. Одан кейін сол мына ұйғыр дауында сол областной комитеттің жігіттері хабарласты. Ереке мына Алашарландардың жігіттері жоқ екен, мына Чонжы жақта үлкен қақтығыс болады. Мына Нарынқол жақтан мыңдаған атпен жігіттер келеді. Содан кейін Чонжының жігіттері көтеріліп, ұйғыр қазақ жаңағы төбелес болайын деп жатыр. ОМОНмен қоршап тұрмыз, соны бірдеме қылып шешіп беріңізші деп. Сол кезде видео звонокпен хабарласқан кезде сол жақтың белсенді мықты жігіттері біреудің үйінде жиналып отыр екен, огород жағында жиналып. Ол жігіттермен сөйлескен кезде біздің талабымыз бар деді. Ол талабымыз мына ұйғыр ауданын Қарадалаға ауыстырсын, Чонжыны Әлмерек атамыздың атына ауыстырсын, және де көшелерімізді қазақтың атауларымен ауыссын, сондай талабымыз бар деді. Жақсы деп сол жаңағы областной комитеттің жігіттеріне хабарластым. Ол жерде Баталов мырза, Алматы облысының әкімі кесін, сол кісі кесе ғана халық тыңдайды деп, сол кезде Баталов мырза ол кезде барып, біздің жігіттер сол үш талабын айтып, 2 айдың ішінде шешемін деп сол кезде кетті. Сол 2 айға 5 күн қалған кезде мен сол комитеттің жігіттеріне хабарластым. Ол кезде видеозвонокпен мен хабарласқам жігіттерге. Баталов мырза мойнына алып кеткеннен кейін сол дау-дамай тоқтатайық, ұлтаралық қақтығыс тоқтасын деп, сол кезде Чонжының жігіттеріне де, Нарынқолдың жігіттері де сонымен жаңағы дау-дамай төбелеске барған жоқ. Бәрі дұрыс жағынан шешілді, қан төгіссіз. Сөйтіп 5 күн қалған кезде мен сұрадым, жаңағы мәселе шешілетін болды ма, шешілмейтін болды ма деп. Ол кезде Чонжының ақсақалдары бар, көңілдері толмады. Содан кейін мен талап етіп, сол Чонжының белсенді батыр жігіттері бар, сол 5 жігіт барды. Және де мен Алматы қаласынан 5 жігіт, 10 жігіт те бізді күтіп алды. Сол жаңағы Талдықорған облыстық ол кезде әкім күтіп алу керек еді, әкім болмай қалып, зам әкім күтіп алды, ішкі саясаттың бастығы комитеттің жігіттері сол жерде күтіп алып, сол кезде біз 10 жігіт өзіміздің талабымызды айттық, өзімізді таныстырдық, кім екенімізді. Алашарландардың жігіттері осындай біз мәселе көтеріп келдік деп. Сөйтіп ол кезде сол зам әкім өзі айтқан, енді біз сіздердей сондай тарлан жігіттер бар екенін білмептік.
не істейік деген кезде мен ол кісілерге сол WhatsApp топ құрайық дедім. Алматы облысы бойынша WhatsApp топ арқылы біз күнде Талдықорғанға келе бермейміз. Алматы облысында болып жатқан мәселенің бәрін осы WhatsApp арқылы жаңағы шешіп отырайық бейбіт түрінде, шулатпай ақ. Ол талап орындалып WhatsApp тобы ашылды. Және де өзіне сол кезде сол Замакинге айттым, сіз ертең барасыз да Чонжыда көптеген жаңағы ұйғыр жер, ұйғыр су, ұйғыр газ деген сол атаулар көп екен. Соны жаңағы барып алдырып, мына біздің жігіттермен жүріп, сол жаңағы сол жігіттер бүткіл мәселенің бәрін айтып көрсетеді деп, сол келесі күні Замакин барды. Сөйтіп бір күннің ішінде көптеген ұйғыр атауларын алдырып тастады. Ұйғыр жері, ұйғыр газ, ұйғыр су деген сондай нелер атаулар көп болған екен, оны алдыртып, сол жерде жиналыс жасап, сол халықтан атауы Әлмерек атаға аусын деп сол кезде қол жинап кеткен. Сол кездерде сөйтіп содан кейін ол жерде жаңағы Мәулен деген бауырымыз бар, ол айтты, мына Мұқағали Мақатаев атамыздың көшесін жаңадан салып жатқан новостройкаға салып жатыр екен, оны ертеңгі күні газетке шығу керек деді. Сонымен ол жерде дереу тоқтаттық. Ол ертеңгі күні ол ешкім жүрмейтін жерге Мұқағали атамыздың көшесін беріп, және де асылып қалған екі ұйғыр азаматы бар екен, сол әкім болған, соларға орталық көшені беріп қойған, төбелестік көкесі сол кезде болады деп тоқтатып, одан кейін сол Мұқағали Мақатаев атамыздың Әл-Фараби, Абай атамыздың көшелері сол жаңағы Чонжының орталықтарынан алынды. Және де енді мен ол мәселені көп көтердім, осыны көптеген жоңғардың батырларымен осы мына Алматы облысының атаулары өте көп. Үлкен деңгейге шейін көтердік, шулаттық. Сол енді Алланың қалауымен бұйыртып жатса, осы жылдары енді ауысу керек деген сондай уәде болған. Енді көреміз, енді Алланың қалауымен мына Чонжы Әлмерек атамыздың атына ауысу керек. Оны Астанаға шейін барып, біраз жерге шейін шулатып неғамыз. Енді ол президент рұқсат беріп жатса, сол енді бәрі сол кісіге байланысты. Онда Чонжы, Боралдай, Қаскелең деген көптеген атаулар сол жоңғардың батырларымен, атауларымен тұр. Ол мәселені көтердік. Одан кейін ұлтаралық мәселелердің бірі мына 15.000 теңге, 15.000 теңгемен жаңағы бір қазақтың баласын, күрттің баласы чапалақпен ұрып, жаңағы тепкілеп жатқан видеосы әлеуметтік желілерге тарап, сол бүткіл сол күрттарды тепкілейміз деп ұлтаралық қақтығыс болып кететін жағдайда, сол жаңағы үкімет саласының азаматтары маған хабарласып, ол жерде сол Мәскеу облысының бас биі қасымда болған, сол екеуміз бірге бардық. Бірге барып, жаңағы жерде бүткіл оцепление жасап тастаған екен. Жаңағы атасы мен апасы тұратын үйді, жаңағы күрттардың үйлерін. Сол жерде қазақтың жігіттері біраз келіп, енді өртейміз, төңкереміз деген сондай не болған екен. Соны жаңағы барып видео түсіріп, 3-4 видеомен түсіріп, бүткіл мән-жайдың бәрін түсіндірдім. Көптеген жігіттер хабарласты. Сөйтіп дұрыс жағынан халық түсініп, ұлтаралық қақтығыс сол жерде тоқтап, оцеплениенің бәрі алынды. Одан кейін жаңағы маған хабарласты, сол жаңағы видеодан кейін бір осы Алматы облысында бір ауылда бір жағдай болған. Жаңағы 15 жасар қазақтың баласы мен 15 жасар ұйғыр баласы екеуі төбелесіп қалған. Төбелесіп қалып, ұйғыр баласы таяқ жегеннен кейін жаңағы ұйғыр баласы 30 шақты ұйғыр үлкен жігіттерді ертіп келіп, үйіне келіп жаңағы тепкілеген. Әке шешесін тепкілеп, мына апасын тепкілеп, ана баланың бытышын шығарған. Содан бұлар заявление жасаса, заявлениесі 4 күн бойы ешқандай қарастырылмаған. Жаңағы ұрған ұйғыр азаматтардың бәрі бостандықта жүрген. Сол жаңағы маған жылап хабарласқаннан кейін өкімет саласының азаматтарына хабарласып, мына мәселені шешесіздер, не шешпесеңіздер ертең барып өзіміз шешеміз деп, содан кейін 1-2 сағаттың ішінде сол көптеген сол төбелеске қатысқан ұйғыр азаматтарын қамап, одан кейін сол анамыз маған жылап хабарласты. Өстіп ешкімге сенбеп едім, сізбен бірақ хабарласқаннан кейін сіз осындай көмек сұрадыңыз. Қазір көптеген ұйғыр азаматтар алдында қазақ ақсақалдарын әкеп үйімізге топырлап кешірім сұрап жатыр, не істейміз деп. Сол кезде айттым, енді қаматудың керегі жоқ. Онда сіз өздеріңіздің көңілдеріңізге қонатын ақшаларыңызды алыңыз да, жаңағы кешірім беріңіздер деп, сөйтіп жаңағы бәрінен қаржылай ақшасын алып, сөйтіп жаңағы енді өздері солай жаңағы бейбіт түрінде шешкен. Одан кейін де мына осы жақында Адем сауда орнында жаңағы Жан Ахмадиев бауырымыздың шыққан видеосы болды. Ол жерде ұлтаралық қақтығысқа апаратындай жағдай туындады. Ол жерде өкімет саласының азаматтарымен сөйлесіп, ауданның жігіттерімен де барып сөйлесіп, сол Адемнің басшысымен танысып сұраған кезде өзім барып басында жеке сөйлестім. Сөйтсем мән-жайдай басқа да шығып тұр, басқаша болып тұрғаннан кейін ол жерде халыққа бәрін түсіндіріп, ол жерде де үлкен ұлтаралық қақтығысты сөйтіп тоқтаттым. Ол жерде тоқтамаса, қазақтың жігіттері ашулықпен барып ол жерде өртейтін болса, ол жерде қарапайым қазақтар 80-90% тұрған қазақтың
заттар өртенеді. Және де ол банкте залогта тұрғаннан кейін оның страховкасы бар. Банкке және курттарға ешқандай зақым келмейді, олар страховкасын алып отыра береді. Және де ол жерде бүлік жасайтын жігіттер, сол қазақтың жігіттері болғаннан кейін олардың көбі сотталар еді. Сол енді сондай ұлтаралық қақтығыста сөйтіп тоқтатып қалдым. Енді ол күнделікті жасап жатқан іс. Сотқа да қатысып жатырық. Көптеген роудыға жаңағы сотқа жеткізбей де мәселелер шешіп жатырық. Енді күнделікті менде кездесулер өте көп. Таң атқанша сол 10 шақты сағат WhatsApp топтарда халықпен араласып жан жақты болып жатқан мәселелерді көріп отырамыз. Біздер қазіргі таңда ешкім бізді қаржыламайды. Жан жақта билердің бәрі өз қаражатымен, өз күш жігерін салып, халық үшін қызмет жасап жатырмыз. Сол енді осы 2022 жылы Алматы қаласында үлкен құрылтай жасадым. 3 күн бойы сол құрылтай жасап, өз қаражатыммен жаңағы бәрін ұйымдастырдым. Ол жерде 5 үміткер болып, бас билікке сол жерде қазақтың бас биі болып, ол кезде мен көпшілік дауыспен сайланып, сол бір жылда біраз жұмыстар жасар едік. Енді ол жаңағы арамыздан шыққан азаматтар өздері би сайланбағаннан кейін жаңағы бізге печатіміз бермей бөлінісіп кетіп, қазір сол печатпен қырылысып өздері жаңағы соттасып жатыр. Ал енді мен өзім сол әлем билер деген топ жаңағы ұйым өз жарғымызбен ашып, біз 8 рез өткіздім. 8 рез өкімет саласының азаматтары енді қорыққаннан кейін ба, енді бізді халықтың ішінен шыққан белсенді мықты азаматтар болғаннан кейін бізді әлі күнге шейін тіркемей қойды. Бірақ енді мен сол бас би болғаннан кейін жоғарғы соттың азаматтарымен шақырып 6 сағаттай сөйлесіп, мына сот жүйесінде жылына 6 миллионнан астам іс болады екен. Соттың азаматтары оның бәрімен қарастыру уақыттары жетпейді. Адамдар аз болғаннан кейін осы билермен бірігіп істесек па деген жаңағы нелер болған, ниеттер болған. Сол енді біз мына жарғымызда сот жүйесіне араласақ деген сондай неміз болды, ниетіміз болды. Ол ертеңгі күні мен қазір біздің жүйе былай құралған. Мен қазір бас би болғаннан кейін облыстың бас билері менің орынбасарларым, олар сөйтіп әр облыс өздерінің аудан, қала, ауыл билері сайланады, ру билері өздері сайланады. Сөйтеді да бәріміз бір жүйеге бағынып, біз енді 17 облыстың биі мен 3 қаланың биі 21 адам үлкен топта отырамыз. Үлкен жаңағы нелерді қарастырамыз. Үлкен жағдайлар болса 3 күн әр облыстың билері өз жаңағы ой пікірлерін айтып, жаңағы біз талқылаймыз. Одан кейін жаңа аға билер отқан билер кеңесі бар. Қазақстанда болып жатқан жағдайларды сол жерде талқылап, дұрыс шешім болса жан-жаққа тарқатып отырамыз. Содан кейін әлем билер үлкен WhatsApp тобы бар. Ол жерде 400-500-дай адамдар отыр. Ол жерде болып жатқан күнделікті жұмыстарды, іс-әрекеттердің бәрін талқылап отырамыз. Және де әр облыстан өздері филиалдар қазір ашылып жатыр. Сол филиалдарға әр облыс өңірлердің мықты белсенді халықтың алдында жаңағы беделі бар азаматтар, өкімет саласымен бірігіп жұмыс жасайтын азаматтар сол жерге кіріп, өздері қазірше біз ұйымдастырушы бас би сайлап жатырмыз. Облыстардың ұйымдастырушы би болғаннан кейін ол астына бүткіл осы мына билердің жұмыстарын ұйымдастырады. Сөйтіп билікпен тіл табыса отырып халықтың мәселесін жаңағы мәдениетті түрде, бейбіт түрде жаңағы шешіп отыратын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде біздің қазақтың түрмелері толған, жетімдер үй толған, қарттар үй толған, әділетсіздік қоғам, көптеген жігіттер сотталып, енді көптеген дұрыс емес әрекеттер болып жатыр. Соның бәрін түзейтін осы мына билер ұйымы болады. Сол үшін енді көптеген халықтың арасынан сын да естіп жатырмыз, көптеген дұрыс емес өсектер, жаман сөздерді естіп жатырмыз. Оның таяқтың бәрі бізге тиіп жатыр. Енді көбінесе сол бас би болғаннан кейін маған тиеді. Неше түрлі сатқындықта көріп жатырмыз, екіжүзділікті көріп жатырмыз. Өзіміздің қазағымыз өзімізді таптап, жерге таптап, өңге қиқым-сиқым деп те әңгіме айтып жатыр. Енді ол бір шетінен бізге әңгіме айтатындай, мен өз басым ойлаймын, қазіргі кезде ешкімнің құқығы жоқ деп ойлаймын. Бізді ешкім қаржылап отқан жоқ, бізге ешкім ақшасын беріп отқан жоқ, офистерін беріп отқан жоқ, көлігін беріп отқан жоқ. Бізге міндетсіп бірдеме айтатындай жаңағы кейбір азаматтар бар, жаңағы айтып отқан. Олардың ешқайсысының құқығы жоқ деп ойлаймын. Жаңағы депутаттар 92 миллион ба жылына бөлініп отыр. Сол депутаттарға айтсаңыздар болады. Ал енді біз өз ниетімізбен халқымызға, елімізге көмегіміз тигізсек деген сондай ниетпен бәріміз бірігіп өз қаражатымызбен шапқылап жүрміз. Біз диванда жатқан жоқпыз. Өз диванда жатып өсек айтып, диванный батырлар болып отқан жоқпыз. Біз өз өмірімізбен қауіпке төндіріп, қанша қысым болып жатыр, қанша неше түрлі жаман жағдайлар болып жатса да, сол халықтың жүгін көтеріп, әйтеуір қолымыздан келгенше іс-әрекетімізді жасап жатырмыз. Сөйтіп мына Мәскеу қаласына мен сол
ана жылы Мәскеу қаласына бардым. Мәскеу қаласына барып, Мәскеуде екінші, үшінші жыл Бауыржан Момышұлы Батыр атамыздың бокстан турнирін Мерген деген бауырымыз жасап жатыр екен. Соны естігеннен кейін өз басым қуанып, сол Мәскеу қаласына Темір Сыпатаев бауырымыз екеуміз бардық. 2 күн болып, ол жерде көптеген Ресейдің спецслужбалары да басып қалды. Зиялы қауым, қазақтың зиялы мықты азаматтарының бәрі келіп, өте жақсы қарсы алып алды. Ол жерде біз қазақтың билері кім екенін таныстырып, ол тарихта болмаған. Сол Мерген бауырымыздың Мәскеу қаласы, Мәскеу облысының бас би ретінде сайлап кеттім. Сол бауырымыз, енді Мерген бауырымыз қазақтың басын біріктіріп, сол жақта көптеген жиындарды ұйымдастырып, көптеген жаңағы жақсы іс-әрекеттер жасап жатыр. Сол енді біз Мәскеу қаласымен қазір тікелей байланыстамыз, WhatsApp топтарымызда отыр. Жаңағы қарындастарыма да өз атымнан қазақтың жиындарына қатысатын жаңағы би көйлектерін алып беріп жібердік. Енді өте қуанышты ол кісілермен қазағымызбен бірігіп отқанымызға. Қазір енді Алла бұйыртып жатса, құжатымызды алып, қаражатымыздан біз тапшы болғаннан кейін өз күшімізбен қазір мен енді осы мына белсенділік жолда осы өз жұмысымызға 15 миллиондай қалтамнан қаражат жұмсап отырмын. Қарызға кірсек те не қылсақ та әйтеуір халық үшін қызмет жасап қалсақ деген сол ниетімізбен шапқылап жүрміз. Енді о дүниеге ешкім ақшасын алып кетпейді. Әйтеуір ертеңгі күні ата бабаларымыздың алдына барғанда ұялмай баратындай, Алла тағаланың алдында ұялмай тұратындай сондай деңгейде өмір сүруіміз керек деп ойлаймын қазағым. Сөйтіп жаңағы әлемнің билерін сайлап қазақтың басын біріктіреміз, Алла бұйыртса. Сөйтіп сонымен қоса ертеңгі күні Тұран үлкен одағы мемлекеті болатындай сондай үлкен деңгейде халық арасында жұмыс жасайтын боламыз. Біз мына 7 ұйым құрдық өз арамыздан. 7 ұйым ол бірінші ұйым бізде идеология ұйымы, ол мектептерде көптеген оқушылармен адасып бара жатқан оқушыларды дұрыс жолға түсіру үшін біз сол идеология ұйымында мықты профессор ғалымдар бар, абыз мықты билеріміз бар. Соны жаңағы барып мектептерде студенттермен жұмысымызды жүргізетін боламыз. Енді мектептерге де көптеген жиындарға қатысып жатырмыз. Шақырған жерлерге барып қазақтың салт дәстүрін айтып, қазақты қазақ болу үшін жаңағы ЛГБТ-ға қарсы қанша жиындарға бардық. ЛГБТ-ға да қарсы болып Қазақстан бойы жаңағы ЛГБТ-ның жаңағы 2 қатыны бар, жан-жақты шапқылаған жерде сол жерге хабарлап отырамыз. Мына жерге бара жатыр, аларды қарсы алып алып қайтарыңыздар деп жаңағы айтып та отырмыз. Ол енді айтып та айтпай да істеп жатқан жұмыстарымыз көп. Енді оны көбісі халық көрмей, білмей отыр. Біз өзі WhatsApp топтарымызда бір-бірімізбен хабарласып, оның бәрін айтып отырмыз. Одан кейін де мына ал жылда жаңағы Алматы қаласында ту көтеріпте жаңағы автокөліктермен жүріп, ондайда іс-шара жасадық. Осыдан 1-2 жыл бұрын мына 5000 жігіт тобында бауырларымызбен осы 30 шақты машина осы мына Алматы арена мен Халық арена орталығында үлкен марш жасадық, үлкен жиын жасадық. Жаңағы қазақтың туын көтеріп, қазақтың ұранын ұрандатып жаңағы Алматының көшелерінде жүрдік. Енді осы күнге шейін бір 10 шақты марапат алдым. Енді оның бәрі халықтың іштен шыққан азаматтардың берген марапаты. Ешқандай өкімет саласының марапатын алған жоқпын. Бәрі әйтеуір ол марапат үшін жұмыс жасап отқан жоқпын. Мен әкім министр болайын деп отқан жоқпын. Әйтеуір халық үшін тірі кезімізде қызмет жасап кетсек деген ниетімізбен жұмысымызды жасап отырмыз. Сол енді осы жылда 2024 жылы 15-нен бастадым. 15, 16, 17, 18, 19, 20 күнде соңғы қонақтар кетті. Үлкен құрылтай жасадық. Ол жерде мына Жидел деген бізде жер бар. Мына Алматы Қапшағай ортасында ол Али деген бұрылыс бар. Сол жерде Жидел деген жер бар. Сол жерде Болат бауырымыздың ұйымдастыруымен 2 гектар жер бар. Ол жерде болашақта қазақтың билерінің сол жерде академиясы салынады. 24 атаның таңбасы сол жерге салынады. Найман бауырларымыз ең бірінші бастап Найманның таңбасы салынды. Одан кейін хан тағы болады, Шыңғыс ханның мемориалы болады, емделетін жаңағы жерлер болады. Көптеген мәдени орталық сол жер болғаннан кейін сол жерде біз осы жаз бойы сол жерде көптеген іс-шаралар бастадық. Енді бұл әлемді жаратушы ием Алла тағала жаратқаннан кейін жаңағы періштелер бар, енді әлемі бар, жаңағы әруақтар әлемі бар, жаңағы шәкеңдер әлемі бар. Енді көп халық енді оны көбісі біле бермейді, бірақ
сол кезінде біздің ата бабаларымыз жасап кеткен бір-біріне қияметі бар, қарғысы бар, жаманшылық тірліктері бар. Ол дүниеге өткеннен кейін әруақтар өздері үшін жаңағы ешқандай іс-әрекет жасай алмайды. Оны тек қана жасайтын осы дүниеде тірі жүрген біз ұрпақтар, біз олар үшін кешірім сұрай аламыз. Сол жаңағы Болат бауырымыздың бастауымен біз сол жиделіде бүткіл қазақтың билері жиналып, әр рудың адамдары жиналып, бір қазаннан жаңағы шұбатымызды іштік. Бір-бірімізге бір-бірімізден ата бабаларымыздың жасап кеткен бір-біріне деген жаманшылығы үшін қарғысы, жаман тірліктері бір-бірін өлтіріп қойды. Мүмкін бір күн жаңағы жаман тірліктер жасап қойды. Солар үшін Албан атамның атынан және ұлы жүздің атынан бір-біріміз жаңағы 300-дің биі бір-бірімізден кешірім сұрап, сондай жаңағы үлкен жаңағы рәсім жасадық. Ол енді көрікпел аға бауырларымыз да бар сол жерде. Оны көріп отқан ағаларымыз да айтып отыр, ана жерде көп ғасырлар бойы күткен бабаларымыз сол жерде ана жиделіде әруақтар толып қалды дейді. Сол жерде толып қалып, ең соңында жаңа адам пайғамбарымыз да келген, бойы өте ұзын, сол жаңағы келіп, сол жерде аяқтарымызда шынжыр байланып тұрған, сол әйтеуір бір-бірімізден кешірім сұрап, алла тағаланың алдында ант беріп, ата бабамыздың әруағының алдында ант беріп, халықтың алдында ант беріп, бір-бірімізге жаңағы ертеңгі күні халық үшін қызмет жасаймыз деп жаңағы біздің билеріміз ант бердік. Сондай рәсімдер жасадық. Жаңағы аяқта тұрған шынжырлар шешілді дейді. Қазір енді ата бабаларымыздың әруақтары бізді қоршап қолдап жүреді. Енді оны біреу шіріктеуі мүмкін, бірақ ол атам заманнан келе жатқан сондай салт дәстүр бар. Көптеген құрбандық шалдық. Қазақтың киесін сол жерге қондырып, шетте кетіп қалған қазақтың киесін қондыру рәсімдерін жасап, сол жаңағы басында айтып кеткен жаңағы боз бие сою рәсімдерін бүткіл Қазақстанда ол сойылған, жан жақта сойылды, шетелде де сойылды. Соның бәрін киесін сол жерге қондыру үшін жаңағы боз айғырмен жағын жабу керек. Ол жерде мына әруақтар әлемімен сол жерде үлкен тесік ашылған. Ол жаңағы рәсім жасап бітірмесе, көптеген сол рәсімде жүрген адамдар қайтыс болады. Сөйтіп жаңағы бір 4 ай адам осы рәсімге қатысқан жаңағы қайтыс болған. Содан жаңағы оны нүктесін қою үшін сол боз айғырмен жаңағы қою керек болды. Сөйтіп Қазақстан бойы боз айғыр іздеп, Кеген ауданынан сол боз айғыр тауып, түнімен әйтеуір іздестіріп жүріп, сол жан жақтан қаржы жинап, әйтеуір сол 600-700 мың теңге жинап, соны жаңағы түнімен алдыртып, сол жерде осы мына көптеген әлеуметтік жерде таратылып кеткен. Біз несін сол боз айғыр сойып, рәсімдерін жасап, терісінен, сүйегінен етін сылып алып, етін бөлек сол жерде асып беріп, келген адамдар, билердің бәрі сол жерде бүткіл 300-дің биі сол дәм татып кетті. Сол күндері жаңағы коттеджге барып жатып, бұл жерде сөнген үлкен құрылтайда да сол жаңағы етінен дәм татты. Жан жаққа көптеген сол жерге келген елдердің бәріне таратылды еті. Сол енді ал сүйегі сол жерде көміліп, бүткіл қазақтың басына келген жаманшылық пәлекет-сәлекеттің бәрі соның кетіп, жақсы жүйе құрылып, жаңа Қазақстан құрайық, қазаққа жақсы өмір кешсін деп соның бәрін рәсімдерін жасап, ол жерде мықты қарилер де болды, мықты халықтың ішінен шыққан беделді азаматтары көп уақыт бойы жаңағы Құранның сүрелері оқылып, керек аяттардың бәрін оқылып, барлық рәсімдердің бәрі жасалды. Ол жерде енді қысқа видеолар шыққаннан кейін көп халық ол жерде түсінбеді. Сөйтіп боз бие осы Алматы қаласында сойып, сонымен жаңағы 700 мың теңгеге боз айғырдың жаңағы қарыздарын беріп, сонымен боз айғырды сойып, сонымен жаңағы рәсімін бітірдік. Содан осы мына Алматы қаласында қазір болып жатқан іс-әрекеттердің бәрін үкімет саласына жігіттеріне хабарласып, көптеген мәселелерді бірігіп шешіп отырмыз. Қазір жан жақтан облыстардан жақсы мықты белсенді азаматтар тобымызға қосылып жатыр. Ол енді мен сіздерге қазір айтып отқан есіме түскен жұмыстарымды ғана айтып отырмын. Бізде күнделікті кездесулер, күнде кездесу бар, неше түрлі видеоларда шығарып жатырмыз. Ол менің ғана істеген жұмысымды айтып отырмын. Енді бүткіл Қазақстан бойы істеген билердің жұмысын айтсақ, енді ол мына жерде көптеген сағаттар, уақыттар кетеді. Әр облыстың билері бізде өте мықты белсенді азаматтар қолдарынан келгенше жұмыстарын жасап отыр. Түркістан облысында мына таубай билеріміз 6 ғимарат халықтың ішінен халыққа тартып жекеменшікке сатып кеткен жаңағы ғимараттарын қайтарып жатыр. Неше түрлі қысымдар да көріп жатыр.
қазақи мектептерде жаңағы бауырларымызбен салды. Ол жерде қазақи нақышта нағыз жаңағы қазаққа тәрбие беретіндей сондай жаңағы жекеменшік мектептерде салды. Ержан бауырымыз мына Талдықорған жақтан байлардың жерін тартып алып халыққа да таратып, жаңағы заңнамалар өзгертуіне де жұмыстарын жасап жатыр. Талдықорғандық Болатбек бауырымыз да жаңағы кәсіп дамыту жағынан да реттеп жасап жатыр. Қамнұр бас биіміз де мына Алматы облысынан көптеген іс-шараларға қатысып, қазақты қазақ болу үшін жаңағы көптеген жерлерде жаңағы шапқылап жұмыстарын жасап жатыр. Нұрлан бас биіміз бар, Ақтөбе облысында бір жылдың ішінде жақсы нәтиже көрсетіп, бүткіл аудан қалалардың бәрінен жаңағы билер сайлап қазір жұмыстарын жасап жатыр. Ардақты анамыз бар, Бибігүл әпкеміз бар, жылына 1-2 мың отбасын қосып, қазақтың қазақ қыздары қандай болу керек екенін жаңағы түсіндіріп көрсетіп отыр. Ақмола облысының Дахан бауырымыз биіміз де, Нағысқан ақсақалымыз Астана қаласының биі де, Нағысқан ақсақал мына Ертіс биіміз бар, Шығыс Қазақстан облысының бас биі. Ол кісілер көптеген сол облыста отқан шаралардың бәріне белсенді қатысып жұмыстарын жасап жатыр. Енді ол кісілердің еңбектерін айта берсек өте көп. Жан жақтан қазір мына біз Ерған биіміз қазір Абай облысының бас биі сайладық. Ол да белсенді азаматтар қазір мына Қарағанды, басқа қазір сайланған, сайланбаған қазір жерлерден билеріміз сайлап жатырмыз. Маңғыстау облысынан қазір осы жылы ұйымдастырушы бас билер сайлап жібердік. Біріншісінде біз қазір ұйымдастырушы бас би ретінде сайлап жібереміз. Ары қаратай бәрін ұйымдастырып біткеннен кейін халық өздері, халық арасынан мықты азаматтарын өздері сайлап алатын болады. Сол енді бидің жұмысы қазір өте қиын. Біздің бидің жұмысы ертеңгі күні сот жүйесіне араласатын болса, қазақтың толып отқан түрмелерінің санын азайтуымыз керек. Қазақ жігіттер төбелесіп те бір тауық ұрлап та сотталып жатыр, телефон ұрлап сотталып жатыр. Қазір мына есірткімен көптеген жігіттер сотталып жатыр. Соның бәріне біз билер болып, ертеңгі күні біз көмектесетін болсақ, мына көптеген қазақтың жастарын түрмеден аман алып қаламыз. Және де мына ажырасып жатқандардың көбісін қостырып, қарттар үйі бар, жетімдер үйі бар. Қазақта шешілмеген мәселе өте көп. Соның бәріне біздің билер қолдарынан келгенше іс-әрекеттерін жасап жатыр. Және де мына көптеген мына диван батырларының айтып жатқан сындары дұрыс емес деп ойлаймын. Бірінші бізге сын айтардың алдында сіздер бірінші өздеріңіз жұмыс жасап, біздің істеген жұмыстарымыздың біреуін істеп көрсетіңіздер. Көрсетіп нәтиже болып жатса, содан кейін бізге ақыл айтыңыздар. Міне былай істе, былай істе деп. Сол үшін бізге ешкім қаржылап жатпағаннан кейін, бізді ешкім бағып жатпағаннан кейін мына билерге сын айту ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Мына көп қой бізде қазір мына Бағила қарындасымыздың да біраз айтқан сындары бар. Ол мен оған жеке видео түсіремін. Жұмамұрат деген астаналық жаңағы бір кітаптан оқып сайрап беретін жаңағы жігіт бар. Ол да біраз сын айтты. Оған да мен жеке видео шығарып саламын. Және де мен осы жақын арада да жаңағы КТК телеарнасына алдап шақырып, ол жерде де жаңағы біздің мына істеп жатқан жұмыстарымыздың бәрін айтайық десек, оның бәрін көрсеткенбіз. Сөйтсек жаман жақ анау мынау мен билеп жүрген жерімді жаңағы бір жер 2 жыл бұрын қатынымыз екеуміз билеп жүрген жерімді шығармаған. Сөйтіп те сондай аяқтан шалатын сондай көптеген іс-әрекеттерді мына осындай телеарналарда көрсететін болғаннан кейін мен өз басым қатты таңғалдым. Бұл қазақ не болып кеткенін. Бізге жаудың да керегі жоқ. Бізге қазаққа жау керек жоқ. Қазақ қазаққа өз мына іштарлық, көрелмаушылық, сондай әбден жаман қасиеттерге біз қатты уланып қалған екенбіз. Сол енді біз қазақ болу үшін біз бірінші рухани бай болу керекпіз, бай болу керекпіз. Және де ата-аналарымыздың бұрынғы жолына түсуіміз керек. Біз араб та болмаймыз, біз орыс та болмаймыз, біз ұлы қазақ халқымыз. Соны түсінейік, құрметті халайық. Енді мен кішігірім есіме түскен бойынша мен сіздерге айтып бердім. Жаңағы мына Нарынқол ауданына да жаңа бастап бұл жерде бардық. Мына Райымбек ауданына барып әкімдермен де кездесіп, Сүмбе, Қызыл шекара, сол жаңағы спорт комплекстерінің ашылуына және де бүткіл Райымбек ауданының әлем чемпиондары жиналып, жиылыс жасап, сол жерде де қатысып қайттық. Сол енді күнделікті мен қазір істеген жұмыстарымды айтсам, енді бұл жерде бірнеше сағат уақыт кетеді. Істеп жатқан жұмыстарымыз бар, және де халыққа көмектесіп жатқан тірліктеріміздің бәрін айта берсек, бірнеше сағат уақыт кетеді. Сол мен кішігірім қазір есіме түскен жағдайларды айтып бердім. Сол енді мына халық білсін, бас би болып кім сайланған, кім екенін. Бұл енді бас би болу үшін бұл үлкен жүк.
артымнан өте көп өсектер, өте көп сөздер естимін, көптеген сатқындық көріп жатырмын. Әйтеуір мына бас би болып істеу үшін бұл өкімет саласымен сен бірінші тіл табыса білуің керек. Ол енді саперлік жұмыс. Бір жерден қателесіп дұрыс аяғын баспасаң, дұрыс провод кеспесең, ана жерде басың кетеді, өлесің, қамаласың, сотталасың, сондай жағдай. Ал енді бүткіл билердің бәрін басын біріктіру үшін ол қазақ қасқырға теңесем, әр би олар арландар, жаңағы қасқырларды басқарып отқан арландар. Ал енді бүткіл арландардың бәрін басын біріктіріп ұстап отыру үшін ол абадан қасқыр болуы керек. Сол бәрін тілін тауып біріктіріп жұмыс жасау деген ол өте қиын жұмыс жағдай. Белсенділердің және де мына диван батырларының күнделікті әр сөзіңе тиісіп, әр сөзін шұқылап отыратын азаматтарға енді ол үлкен сабырлық керек. Олардың бәрімен тіл табысып, мынандай халық арасында үлкен жүкті көтеріп алып кету үшін. Мен ол өзім үшін бір үлкен министр болайын, әкім болайын, депутат болайын деп істеп отқан жоқпын. Мен ертеңгі күні мына жүйені көріп отқаннан кейін, мынандай жемқорлық жүйе дұрыс емес жағдайда халық кетіп бара жатқаннан кейін, осы жүйені қолынан келгенше түзеп кетсем деген сондай ниетпен осының бәрін халықтың ішінен шыққан мықты азаматтармен бірігіп істеп отырмыз. Ертең ұрпақ біздің істеп жатқанымызды көреді, дұрыс екен. Енді қазіргі кезде дұрыс емес сын айтып жатқан азаматтар ертеңгі күні сол айтқан сөздеріңізге ұялатын боласыздар. Біз өзіміздің қалтамыз, өзіміздің бір ақша сұрап, бізге ақша беріңдер деп жұмыс жасап жатқан жоқпыз. Біз әйтеуір халыққа қызмет жасап кетсек деген жаңағы оймен жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа айтам ғой, мына бас би болып істеу үшін ол өлімнен қорықпау керек. Өлім жаратқан ием Алла тағала берген өмірін қалаған уақытында алып кетеді. Қалаған уақытында, қалаған минут секундына өзің уақытың жеткен кезде ол алып кетеді. Сол кезде сен халық үшін өмір сүрдің ба, жоқ, өзіңнің қарның үшін өмір сүрдің ба, ол екі бөлек нәрсе, бәрібір өлесің. Екінші қорқыныш дейді, ол байлықпен, отбасың, биліктен, жаңағы айлық балам деген қорқыныш. Оны да Құдай береді. Қалаған уақытында беріп, қалаған уақытында ала салады. Үшінші қорқыныш ол ел не айтады деген қорқыныш екен. Сол егерде мен ел не айтады деп елдің сынына шыдамай артқа шегінетін болсам, онда мына жұмысқа кірісудің қажеті жоқ. Сол үшін осы қорқыныштың бәрін артқа қойып, мен әр күнімді соңғы күн сияқты өмір сүремін. Ертеңгі күні Алла тағаланың алдына барсам, ұялмай баратындай сондай деңгейде өмір сүруім керек. Мен енді пайғамбар болайын деп отқан жоқпын. Жас болдық, жас кезде де неше түрлі тірліктер, істер жасадық. Мен енді ол қазір пайғамбар болып кетемін, ертең не боламын деп мен өйтіп өмір сүріп жатқан жоқпын. Әр адам өзінің басына күнәсі үшін өзі жауап береді, өз сөз үшін өзі жауап береді. Ал енді қалған өмірін халық үшін қызмет жасаймын деген азаматта, оны бір халыққа қызмет жасасаң, ол Құдайға қызмет жасағанмен тең. Ал енді халық риза болса, Құдай да риза болады. Құрметті халайық, сол енді бауырларыңыз Ермек Албан, қысқаша өзімнің өмірімді сіздердің алдарыңызда таныстырып өттім. Неге бұл би сайлады, неге бұлай болды деп жаңа айтып отқан сындарыңызға жаңағы тыңдап отырып, өзімнің сол сіздердің алдарыңызда өзімді бір таныстырып өтейін деп, сол жаңа жөн санап сіздердің алдарыңызда жаңағы қысқаша өзімнің өмір баянымды айтып отырмын. Сол құрметті халайық, аман болайық, бар болайық. Билер қазаққа керек, және де билер арқылы біз бүткіл қазақ қоғамын жақсы өмірге түсетін боламыз. Жаңағы менің стратегия тактикам өзім сияқты ойлайтын халықтың ішінен шыққан бір мықты 50-100 жігіт тәрбиелеп шығып бірге жұмыс жасайтын болсақ бір мақсатта, ертеңгі күні сол 50-100 адам мыңдаған, миллиондаған қазақтың ішкі дүниесі мен рухани дүниесін, пейілін өзгертетін болады. Рухани дүниесі, пейілі өзгерген халықтың ертеңгі күні билігі де басқа болады. Ақылды, саясаттан сауаты бар, қаржы жағынан, заң жағынан сауаты мықты сондай халық болса, ондай азаматтарды топас адамдар басқарамайды. Соның үстіне құрметті халайық. Аман болайық, бар болайық. Әрқашанда
жүретін біздің, мен өз басым ұраным, біздің билердің ұраны, әр қазағым жалғызым, әр қазағым бауырым деген ұранмен өмір сүреміз. Бай қуатты болайық, құрметті қазағым. Менің әрқашанда осы күнделікті Алматы уақытымен сағат 12-де жасайтын дұға тілегім: қазақ елім жерім аман есен болсын. Қазағым барлық қарызымыздан құтылайық. Қазағым бай бақытты ел болсын. Жүрегінде иманы бар елім жерім деген басшылар келсін. Аурудан, жаманшылықтан, апаттардан, соғыстан сақтай көрсін. Билік басындағы сатқындардың бәрі келсін, қазақ халқының рухы көтерсін. Әмин. Алла тағала қабыл алсын.